Әйелдің жолдасына хаты. Жаным, мен өзіңмен өткізген әр сәтті, әр уақытты бағалаймын. Ақ некемізді аппақ күйінде сақтағым келеді. Адал жар, аяулы ана, бақытты әйел рөлдерін толық сомдауға асықпын. Алайда соңғы кездері шаршадым. Саған бәрін сөзбен жеткізгім келеді. Неден бастарымды білмеймін. Мен отбасын құрарда саған тұрмысқа шықтым. Сенің қалауыңа құлақ асып, өз қалауымды да ұмытпаймын деп ойладым. Бірақ қазір өз қалауларым жүрегімнің сонау түкпіріне көміліп қалғандай күй кешіп жүрмін. Сенің мені түсінгеніңді қалаймын. Әдемі жүзіме нәр кіргізгеніңді қалаймын. Әр жасаған дүниеме алғыс естігім келеді. Еңбегім бағаланбай жатқандай сезінемін. Ешкіммен салыстырмаса екен деймін. Біздің екі адамдық одаққа үшінші тарап араласпаса деймін. Өзгенің көлденең сөзіне бола арамыз бұзылмаса деймін. Сенің маған, менің саған сеніміміз мол болса деймін. Нәзіктігімді таптамаса, керек жерінде қорған боп, қажет кезінде қолдау көрсете алса екен деймін. Кейде жай ғана балмұздақ жегім кеп кетеді. Кейде мені жақсы көретініңді күн сайын түрлі тәсілмен жеткізе екен деймін. Аптасына бір рет үй жұмысына қызметкер жалдап, екеумізге демалыс ұйымдастырса деймін. Анаңның ауыр сөздерінен, бұрыс көз қарасынан қорғап қалса деймін. Әйел ретінде әділдік танытса екен деймін. Әкелік міндетіңді атқарса екен деймін. Мен үй тірлігінен немесе көп қарым-қатынастан шаршамаймын. Мен көңіл жетпегеннен, сезім жетпегеннен шаршаймын. Мен үнсіздіктен шаршаймын. Мен ұнамай қаламын ба деген ойлардан шаршаймын. Мен қалай етсем ұнаймын деген шашыраңқылықтан шаршаймын. Маған жай ғана өзімді ұмытпауға, әйел екенімді сезінуге, жаны мен тәні бар жаратылыс екенімді білуге мүмкіндік берші. Бар айтарым осы.